Kıyın жолдардан аман келеміз асыл заман. Бұл шығарманы жазар бұрын негізі өмірден өткен кезде ойланып едім, бір шығарма арнау керек негізі Батырханға деп. Бірақ ол қандай жанрда болады, сол жағы кішкене сұрақ болды өзімде. Ол күй ретінде бола ма, әлде ән бола ма, әлде терме бола ма, жыр сияқты бола ма, сөз жазу керек бола ма деп көп толғандық. Бірақ осы соңғы 2-3 айда сондай ой келді, осындай эстрада бағыты бойынша фольклорлық ансамбльға жазып, фольклорлық аспаптардың сүйемелдеуімен сондай аспаптық музыка жазу. А люди, которые приходят на концерт, которые дарят мне свою энергию, и она дает огромную силу. Смысл появляется в том, чтобы заниматься своей работой. Наверное, вот это